Қош келдіңіз. Бүгін біз саусақтардың қойылу реті мен нөмерлеу системасын үйренетін боламыз. Бас бармақ, балан үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек. Міне осылай біз саусақтарымызды цифрлаймыз. Егер сіз нотаның үстінен қандай да бір цифр көрсеңіз, бұны саусақтың реті деп түсінуіңізге болады. Енді саусақтарымызды жеті нотаға қалай дұрыс қойып ойнау керектігін үйренейік. Оң жақ қолымыздан бастайық. Бірінші саусақ до нотасы, екінші саусақ ре, үшінші саусақ ми. Фа нотасын бірінші саусақпен басамыз. Фа, екінші саусақ соль, үшінші саусақ ля, төртінші саусақ си, бесінші саусақ до. Енді кері қайтамыз. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Енді жаймен қайталайық. Кері қарай қайтамыз. Енді сол жақ қолымызды қойып үйренейік. Бесінші саусақ до, 4, ре, үшінші саусақ ми, екінші саусақ фа, бірінші саусақ соль. Енді үшінші саусағымыз ля, екінші саусағымыз си, бірінші саусақ до. Кері қайтамыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Енді осылай. Енді екі қолымызды бірдей қойып ойнайық. Жаймен. Жарайсың. Енді пианиноның бір шетінен екінші шетіне дейін октаптардан октаптарды басып өтіп, үзбей ойнайық. Оң жақ қолымыздан бастайық. Бұл жолы екінші октапқа өту үшін бесінші саусақ емес, бірінші саусақпен өтеміз. Енді соны қайталай береміз. Кері қайтамыз. Төртінші саусақпен. Төртінші. Енді сол жақ қолымызбен. Бесінші саусақтан бастаймыз. Үшінші саусақ. Төртінші саусақ. Кері қайтамыз. Енді сол жақ қолымызды үйренейік. Төртінші саусақпен. Кері қайтамыз. Бірінші саусақ. Мінекей. Оны жылдам ойнау арқылы қолымызды жаттықтырамыз. Тіпті өзіңізде пианино болмаған кезде, пианоңыз жаныңызда болмаған кезде, үстелдің немесе қатты ағаштың үстіне жаттығуға болады былай. Көрдіңіз ғой? Пианоңызды көз алдына елестетесіз, осылай. Сәттілік.